Қайырлы күн YouTube оқырмандарым. Мен бүгін творожный пирогтың жасалу жолын көрсетпекшімін. Мен Бакиева Шолпан, сіздерді өз каналымда кездестіріп отырғаныма өте қуаныштымын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап жіберсеңіздер. Осындай творожный пирогты пісіріп, отбасы мүшелеріңізді қуантып қойыңыздар. Ол үшін видеоны соңына шейін көріңіздер. Бізге қажетті азық-түліктер: 200 грамм сары май, 200 грамм құмшекер, 400 грамм ұн, 3 жұмыртқа, 1 шай қасықта қопсытқыш және 400 грамм творог керек болады. Енді жақсылап араластырып алған жұмыртқамызға шекерді қосып, оны да жақсылап араластырып аламын. Енді оған бөлшектеп турап қойған сары майды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Осы қоспаға еленген ұнды салып, артынан 1 шай қасық қопсытқышты қосып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламын. Жұмсақ етіп қамырымызды илеп дайындап аламыз. Ол қамырды 2 бөлікке бөлемін де, 1 бөлігінен тақтайшаға қойып жаямын. Қалыңдығы 2 сантиметрдей етіп жайып аламыз да, формамен кесіп, оны табаға саламын. Енді пирогымыздың салмасын дайындаймыз. Табақшамызға 400 граммдай творогтан салып, үстінен 1 жұмыртқаны қосамын. Жұмыртқаны салып, осы қоспаны жақсылап араластырамын. Енді оған 150 граммдай шекерімізді қосып, оны да араластырамыз. Дайын болған творожный пирогымыздың салмасын қамырдың үстіне тегістеп, жайып саламын. Тегістеп салып болғаннан кейін, екінші бөлігімізді жұқа етіп жаямын. Қамырдың ирек кескішпенен кесіп, оны творогтың үстіне қойып шығамыз. Бетін жұмыртқаның сарысын жағып, әрлеп алған соң, әсел пеште 25 минутқа пісіреміз. Міне пирогымыз дайын болды. Енді піскен пирогты әбден суыған соң кескен жөн. Ас болсын. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар достар.